Саламатсыздар ма? Қалай естіліп тұр екен? Соны анықтайық. Егерде естіліп, жақсы естіліп тұрса, плюс, болмаса жазыңыздар. Қалай естіліп тұр? Көрініп тұр ма? Так, әлі азғантай ғана кісі бар екен. Камил, Дана. Кеш жарық. Естіліп тұрса, көрініп тұрса, сізден сұрайтыным жазып жеріңіз. Болмаса плюс қойыңыз, 5 санын қойыңыз. Әлі алда азғантай уақытымыз бар. Көрініп тұр ма екен, естіліп тұр ма екен? Саламатсыздар ма? Естіліп тұрса, кәнеки 5 санын, 10 санын, болмаса плюс, болмаса жазыңыз. Көрініп тұр ма, естіліп тұр ма, естілмей тұр ма, көрінбейді ма слайд. Соны білгім келеді, соны бірінші анықтап алайық. Тағы да бір 5 минут қана күтейік. Қазақпыз ғой десеңіз, тура сағат 9 болды. Сонда да шамалы кісілер кірсін, компанияны білсін, танысын, маркетингті білсін. Сол үшін бір 5 минут сіздерге берейік. Саламатсыздар ма? Уақытымыз болды. Азғантай халық жиналыпты. Бірінші естіліп тұр ма, жоқ па, көрініп тұр ма, соны анықтап алайық. Плюс қойыңыз, болмаса жазыңыз. Так, Шекер. Саламатсыз ба, Шекер? Есіміңіз өте тамаша екен. Қалай көріп тұрсыз? Слайд көрінеді ма? Естіледі ма? Дана, Камил. Тағы 12 кісі. Ол жолы аздау, 5 минут күтеміз деп айттық. Тамаша. Енді бір сәт. Кеш жарық барлықтарыңызға. Армысыздар халық. Қазақ тілінде маркетинг план. Өз үйім бағдарламасы. Компания Rivercoins. Rivercoins компаниясы 2016 жылдың желтоқсан айынан бері жұмыс істеп келе жатыр. Бұл компанияның ресми түрінде құжаты бар. Бұл Сейшел аралында тіркелінген заңды түрінде программаның ішінде, компанияның ішінде бірнеше программа бар. Криптовалютамен жұмыс істейтін программа Моя мечта бар. Оның сыртында потоки изобилия. Ендігісі бізде 23-6 ай осы 19 жылы өз үйім бағдарламасы басталды. Сол осы 2 айдың сыртында ғана программамызға 50 000 халық серіктес уже тіркелді.
Бұл программа әрбір адамға қалтасында бүгінгі күнде $5 бизнес бастап, өз үйін, өз жеке мүлігін сатып алуға мүмкіншілік береді. Бұл программамызда ең басы компанияның бар мақсаты әрбір аумақтан, әрбір мемлекеттен адамдар өз мақсатына жетсе деген қойылған мақсаттар бар. Өз үйім арман емес. Бұл әр қайсымыздың өніміздегі мүмкіншілігіміз. Өз үйім тұрғын үй бағдарламасы бұл аңсаған мақсатыңызға жету үшін берілген 12 қарапайым қадамнан құрылған ерекше мүмкіншілік. Бұл программада 5 мемлекет заң түрінде жұмыс істеп, осы компания үшін, осы бағдарлама үшін қол созды. Бұл Қазақстан, Ресей, Грузия, Болгария және Турция. Осы 5 мемлекеттен сіздер өз таңдаған үйіңізді, өз таңдаған жылжымайтын мүлігіңізді алуыңызға болады. Бүгінгі күнде 150 мемлекеттің сыртында көптеген халықтар бізбен бірге осы бағдарламаны бастап жұмыс істеп келе жатыр. Көрінбейді. Көрінбесе, мүмкін басқа браузерден кірерсіз. Слайд бойынша естіліп тұр, көрініп тұр. Жақсы, тамаша. Бұл бағдарламада 12 үйден құрылған маркетинг. Өз ерекше маркетинг бұл бағдарламаның өзінше әр үйде 3 бизнес орыннан ашылған. Компанияның шарты 3 кісіге ақпарат беріп, 3 кісіні айтып түсіндіріп осы программаға енгізу. Бір адам шақырғаннан ол кісі тіркелсе, сіздің соңыңыздан келген бірінші бизнес серіктестігіңіз үшін компаниядан сізге марапат $5 кабинетіңізге қайта келеді. 100% сіздің салған ақшаңыз сізге тура қайтып келеді. Бұл бағдарлама 12 үйден тұрады. 12 үйдің сіз міндетті түрде әр үйде болуыңыз керек. Өйткені тек әр жаңа үйді ашқан сайын сіз алға қойған мақсатқа жақындай аласыз. Әрбір үйде 3 серіктес бизнес орын бар. Оларды сіз шақырған серіктестермен өз клондарыңызбен немесе сізді шақырған кісінің демеушілік клондарымен толтыра аласыз. Клондар деген кім? Деген сұрақ туады. Клондар деген бұл сіздің бизнес орындарыңыз. Олар маркетинг бойынша сол жолдарды өтіп, сізге ақша табуға және сіздің құрылымыңызды дамытып, жылжытуға көмектеседі. Клондар, әр клон сізге жеке осы маркетинг бойынша табыс әкеледі. Бұл сіздің жаңадан қосымша бизнес орныңыз деп санауға болады. Бұл программада жеделдету стратегиясы бар. Бұл стратегияны сіз әрбір серіктес қолдануға болады. Бұл стратегия бойынша сіз келесі үйді сатып алуыңызға мүмкіндік беріледі. Бірінші үйді бастау үшін сізге бар болғаны $5 қажет. Содан кейінгі үшінші үйге $30 керек. Келесі 5-ші үйге $180-ға, 7-ші үйге $1080-ға, 9-ші үйге $6480, ал 10-ші үйге $12960 кіруге болады. Мәре сызығында
11-ші үйге кіру 25.920 доллар, ал 12-шісі үйдің 51.840 долларға тұрады. Бұл жеделдету стратегиясы. Бұнда ерекше сіздің шақырған серіктестеріңіз бұл стратегиясы таңдаса, сіз бір сәтте бірінші, үшінші, бесінші үйді бірден алып тез жылжытуыңызға болады. Және сізге командаңызға клондар келеді. Клондар әрбір адамды астарын жабып, екінші үйге жылжытуға жақсы мүмкіншілік береді. Клон түссе де, адам өз жеке серіктестігін шақырса да, бұл кісі 5 долларға тағы да табысқа қол жеткізеді. Маркетинг бойынша классика деп санасақ, 5 доллармен бюджеттік, әлеуметтік программа деп айтсақ та болады. Әр партнер, даже студент те бұл бағдарламаға кірісіп, көп мол деген табысқа жетуге болады. Бірінші үй 5 доллардан тұрады. Сіз тіркеліп, осы үйдегі бірінші орынды кісі шақырып толтырсаңыз, сізге 5 доллар мөлшемінде төлем аласыз. Ол шын мәнінде сізге салынған ақшаны қайтарады. 100% сіз салған ақша кабинетіңізге оралып келеді. Бірақ үйде 3 орын болады. Екінші серіктесіңіз, үшінші серіктесіңіз сізге 10 доллар беріп, сізді екінші үйге есік ашуға мүмкіншілігін береді. Екінші үй, ол жинақ үйі. Бұнда 3 кісі толады. Артыңызға бірінші үйді жауып, екінші үйге келгенде, сіз үшінші үйге өтесіз. Үшінші үй. Бұл үйде сіздің соңыңыздан бір серіктес келгенде, компания сізге 20 доллар табыс береді. Және 2 клон бірінші үйіңізге тездетіп іске қосылады. Есіңізде болсын, клондар. Клондар да сізге жұмыс істейді және сіздің құрылымыңыздағы алға жылжытуына мүмкіншілік береді. Сонымен, сіз екінші, үшінші бизнес орын толғанда 4-ші үйге 60 долларға өтесіз. 4-ші үй жинақ үйі. 4-ші үйде біз әлі ақша алмаймыз. Бұл сізге 60 доллардан 3 кісі, 3 серіктесіңіз толғанда 180 доллар 5-ші үйге сізге өтуге мүмкіншілік ашылады. Ал енді сіз 5-ші үйге келдіңіз. 5-ші үйде сізге соңыңыздан бір серіктес келгенде, сізге компания 155 доллар табыса келеді. Және 5 клон автоматты түрде бірінші үйге сіздің құрылымыңыздың алғашқы ашылған бизнес орындардың астына іске қосылады. Қалған 2 серіктес сізге 360 доллар жинақтап, 6-шы жинақ үйіне кіруге қол жеткізеді. Мінеке қараңыздар, қазір клондар. Сіз 3-ші үйге өткенде, 5-ші үйге өткенде, 7-ші арғарай тағыда үйге өткенде осындай клондар береді. Клон дегеніңіз сіздің келесі сан 2-ші, 3-ші, мынау мысалы менің бизнес кабинетімнің 16-ші, 17-ші, 18, 19-ші клондарым. Бүгінгі күнде менде 69 клон бар. Әр клон осылай жабылып, сіздерге қосымша табыса келеді. Ендігіде сіз
6-шы үйге өткенде бұл үй тағы да жинақ үйі. 6-шы үйден біз әлі табыс алмаймыз. Бұл үйде 3 кісі толғанда сіз 7-ші үйге жетесіз. 7-ші үй. 7-ші үй сізге тағы да табыс әкеледі. Бұл жарты маркетинг, жарты жолын өттіңіз деп есептеңіз. Сол 7-ші үйде сіздің соңыңыздан бір серіктес түскенде $1005 табыс әкеледі. Және 15 клон автоматты түрде бірінші үйге, сіздің құрылымыңызға іске қосылады. Осы үйдегі келесі екі серіктес сізге $2160 жинайды. Бұл мүмкіншілік сізге 8-ші үйге өтуге. 8-ші үй тағы да жинақ үйі. Бұл соңғы жинақ үйі. Бұл үйден 3 кісі сіздің серіктесіңіз толғанда, сіз 9-ші үйге өтесіз. 9-ші үй. Осы үйден бастап сізге табыс мол түседі. Және клондар саны өте мол келеді. Және сіздің құрылымыңызда әрбір адам тезірек 2-ші, 3-ші үйге өтуге жақсы мүмкіншілік туады. 9-ші үйде бірінші серіктестік пайда болған кезде сіз $6280 және 40 клон табасыз. Бұл клондар сіздің құрылымыңыздың бірінші үйінде алғашқы ашылған бизнес орындардың астына автоматты түрде бос орындарға ие болып іске қосылады. 9-ші үйге кірген екі серіктесті сізге $6480 жинап, 10-ші үйге есік ашылуға мүмкіншілік береді. Бұнда 10-ші үй сізге өте мол табыс әкеледі. 10-ші үйде сіз тұрсыз. Сіздің соңыңыздан бір серіктесіңіз келгенде $12460 табыс аласыз. Және компаниядан сізге 100 клон беріледі. Олар бірінші үйге белсенді іске қосылады. Сіздің құрылымыңыздағы серіктестер тезірек бірінші үйден жабылып екінші үйге, екіншіден үшіншіге жабылып, бірте-бірте соңыңыздан келе береді. Келесі екі серіктес сізге $25920 жинайды. Бұл сіздің 11-ші үйіңіздің есігін ашуға мүмкіншілік беріледі. Ары сіздің 11-ші үйген келген сәтіңіз. Іс жүзінде сіз мақсатыңызға жету жақын қалдыңыз. 11-ші үйде бірінші серіктес сізге $24920 табыс әкеледі. Және компаниядан сізге 200 клон беріледі. Олар бұрынғыдай іспен бірдей жұмыс істейді. Бірінші үйге автоматша іске қосылады. 12-ші үйдің есіктерін ашу үшін сізге $51840 әкелетін екі серіктес көмектеседі. Сіз енді 12-ші үйге келесіз. 12-ші үйде бұл соңғы үй. Бұл программа бойынша 12-ші үй сізге сіздің арманыңыз орындалатын сәт келетін болды. Өз үйіңізді сатып алудың бірегей мүмкіндігі іс жүзінде сіздің қалтаңызда. 12-ші үйде бірінші серіктес сізге $50340 табыс және 300 клон әкеледі. Олар сіздің бірінші үйде автоматты түрде іске қосылады. Екінші және үшінші серіктестердің әрқайсысы $51840 құрайды. Қарапайым математикалық есептеулермен сіз
$20 аласыз. $154.000 $20. Өзіңізге ұнайтын мүлікті сатып алу мүмкіншілігі. Сіз қалаған жерден, қалаған мемлекеттен, қалаған ауылдан үй болмаса жылжымайтын мүлік сатып алуыңызға әбден болады. Артылған ақшаны қалауыңыз бойынша шығарып аласыз. Бұл жерге жеткенде, бұл үйге жеткенде, сіз ең биікте сіздің қалаған мүлігіңіз, пәтеріңіз сіздің қолыңызда. Енді бұл арман емес. Бұл жерде бұл маркетинг бойынша клондар өте жақсы рөл атқарады. Әрбір үйден сіздерге клондар осы уақыт ішінде сізге пайда келіп, әрбір клон $5, 20, $155, $1005 және әр үйдің өз маркетинг бойынша табыс әкелетін мүмкіншіліктері бар. Сіздің құрылымыңызға төменнен жоғарыға көтерілуіне көмектесетінін соны ұмытпаңыздар. Клондар бұл маркетингтің ең ерекшелігі осында. Маркетингіміз осы мәртеден аяқталды. Бұл сұрақтарыңыз болса, қанекей көрейік. Дауысы жоқ, перезайдите. Так. Сұрақтарыңыз бар ма? Тіркелгенде әр серіктестің өз жеке кабинеті болады. Жеке кабинетте сіздің спонсорыңыз, өзіңіздің логиніңіз, логин деген сіздің бизнес атауыңыз, аты жөніңіз, қай жерде тұратыңыз, Skype және телефон, почта gmail.com болуға тиіс. Так, бүгін мүлде сұрақ қойып тұрған адамдарды көрмедім. Жақсы, ондай болса,